Мақсат не дейді? Ал айтшы маған, не деп тұр олар Тәңір жігер? Қазақ халқы Тәңір дінінде болу керек. Біз адасып жүрміз. Дүниежүзінің бәрін басқарып отырған барлау мекеме Ми-6 дейтін ағылшында ұйым бар. Мысалы, Всемирная организация здравоохранения дейтін сол мекеменің филиалы ғана. Педофилдердің бастауы Мұхаммедтен басталған деп пайғамбарымызға тіл тигізеді. Педофил деген не деген? Педофил деген жас балдарға барады деген. Құрметті көрермен, қазақ елі, ассалаумағалейкум. Соңғы кезде өздерін тәңіршілдер атап жүрген бір топ пайда болды. Бұл жайында мағлұматтар ғаламторда, подкасттарда, газет беттерінде шығып жатыр. Олардың бүгінгі жасап жатқан нәрселері үй ішінен үй тігіп, қазақ елінде бір бөлтіріп жатқан жағдайлары бар. Яғни ан кезеңде тәңір сөзіне кері түсінік беріп, өздерінше бір ағым бағыт ұстанып, әсіресе ислам дініне қарсы келіп, пайғамбарымызға тіл тигізіп, Құранға тіл тигізіп жүрген жерлері бар. Сондықтан да осы мәселелерді бүгінгі күні біз өз сұхбатымызда талқылауды жөн көрдік. Құранда білмегендеріңді білмеулерінен сұраңдар деген. Сондықтан да бүгінгі сұхбатымызға ғалымдарды шақырып отырмыз. Бүгінгі сұхбатымызға келіп отырған 25 жыл Қазақстанда дінді басқарған, оның ішінде 15 жылын қази болған, соңғы 10 жылын муфти болған, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тұңғыш муфтиі, муфтияттың негізін қалаған ғұлама ғалым Рәтбек Қажы Нысанбайұлы ағамызды шақырып отырмыз. Екінші, халықаралық экологиялық академияның академигі, профессор, ғалым Тұрсынбек Қажы Елдесбай ағамызды шақырып отырмыз. Қош келіпсіздер. Hazrat, бірінші сұрақты өзіңізден бастасақ деп отырмын. Мынау жаңа айтып кеттік, тәңіршілдер дедік. Жалпы тәңір сөзінде біз әрдайым оны жаратушы Құдай деп қабылдайтын едік, бірақ қазіргілер оны бұрмалап түрлі нәрсені айтып жүр. Қала берді осы тәңіршілер бұл әрекеттерінің артында жалпы не тұр? Олардың көздеген мақсаты қандай? Жалпы тәңіршілдік деген сөзге түсінік беріп кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді қазақта тәңір деген сөз Құдай деген сөз. Енді тәңір жарылқасын деген сөз Құдай жарылқасын деген сөз. Ал енді Құдай парша, арабша Алла. Ал енді демек бізде тәңір жарылқасын деген сөз Құдай жарылқасын деген Құдайға қолданылады бізде. Тек қазақтың тілінде Құдай деген сөзді тәңір дейді, парстарда Құдай дейді, арабтарда Алла дейді. Ал енді бұл жаңағы айтып отқан сөзіңізде мақсат не дейді? Ал айтшы маған, не деп тұр олар тәңір жігер? Олар қазақ халқы тәңір дінінде болу керек. Біз адасып жүрміз. Мына исламда келгеннің бәрі бұлар араб құлдары, арабқа еліктеушілікте жүр деген нәрселерді айтады. Міне өзімен өзі қолға түсіп тұр. Ал тәңір дінінде болу үшін түскен кітабы қайда оның? Оның пайғамбары қайда? Қайсы пайғамбарға түсті? Қандай кітап түсті? Бұл жоқ қой. Бұныменен қалай олар дінге апарады? Құдай деген сөзді тәңір оны апарып бұлай нағылудың өзі үлкен ағаттық, кемшілік. Ол түсінбестікке жататығын нәрсенен аулақ болуымыз керекпіз. Енді олардың мынандай бір уәжі бар. Мұсылмандар білім алуға шектеу қояды дейді. Сондықтан да батыс әлемдері дамып жатыр, өркендеу үстінде, ал мұсылмандар надандықта артта қалып жатыр дегенді айтады. Бұған не дейсіз? Өте дұрыс, жақсы. Ислам діні өзі қашан келді? Адам алейхисаламнан бастап ислам діні бар. Адам алейхисаламнан ислам діні 2000 жыл. 2000 жыл ислам дінінде болған адам алейхисалам. 930 жыл жасады адам. Және жалпы адам алейхисаламның уақыты 2000 жыл ислам дінінде болды. Бірақ кейін Нух пайғамбардың уақытында келіп, неше түрлі пұтқа табыну, мүсінге табыну, басқа малға табыну, жыланға табыну, түрлі нелер шығып едіп, діндің бәрін бытшыт шығарып, әр түрлі неге кетті. Ол өзі белгілі тарихта ашық көрсетілген нәрсе. Ал одан кейін Ибрахим пайғамбарға келді. Ибрахим пайғамбарда өте көп таласты. Ол барлық Алланың бірлігін, Алланың хақтығын бәрін айтып,
Dildi tuarasında öte көп жұмыс істеген пайғамбардың бірі. Ал өте о пайғамбарымыздың өзі де бір жомарт адам болған және дінге берілген адам болған. Оның уақытында да көп таластар болып, оған айтты, ол айтты әкелеріне, сендер өзің жасаған мүсінге табынасыңдар. Ол мүсін өзі жансыз нәрсе. Сөйлемейді, қимылдамайды, жақсылық әкелмейді, жамандық әкелмейді, неғымайтын барып, өздерің жасап болып, өздерің табынғандарың қандай болды. Сонда олар айтты, бұл біздің ата бабамыздан қалған. Сол үшін ата бабамыздан қалған демізді қолдап отырмыз. Басқаны жой, сен қоймасаң сені өтіп, тасбұран қылып жібереміз деп оған тоқырды. Сонда да ол қайтпай, осымен күреспенен өмірді өткізді. Міне, осы сияқты айқастар, осы сияқты шайқастар ежелден адам баласының арасында келе жатқан нәрсе. Ал енді жақсылық жамандықты айтатын болсақ, Адам алейхисаламның Қабыл Әбіл деген баласы болған. Әлі адам жоқ, енді Қабыл Әбіл деген баласы. Әбілі қой баққан, өте әділ, өте не адам болған, Қабылы диқан болған. Енді Алла тағаладан бұйрық келеді, мына балдарың зәкетін берсін деп. Содан кейін Қабылы бір қап дәнді апарып айтқан таудың бөктерді апарып сынап, қирап қалған, өспейді ағымаған жарты дәндерін апарып бір қабын тастайды. Қояды таудың бөктерді айтқан жерге. Ал енді әділі қойының ішінде бір көк ерге қозы туған, соны көтеріп үзілген үлкен көк қошқар болады. Енді Алланың осындай несіне осы болсын деп апарып көк қошқарын байлап кетеді. Сөйтіп кейін бір бұлттар келіп, өзінен өзі жаңа қошқар қайқа кеткен белгісіз жоқ. Алла тағала өз несімен алып кетеді. Соны кейін мынау Ибрахим Халилулла Исмайылды бауыздауға келгенде, енді пышағын ұрып нағанды өтпейді. Тоқтады, міне деп, қошқарды Исмайылдың қолына бауызда, бүгіннен бастап адамды бауызда тоқтат деп бұйырды да, сол күннен бастап малды құрбандыққа шалатын болды да, адамды бауыздан құтқарды. Міне осындай әңгімелер көп бізде. Бұның бәрі тарихи заңды болған сөздер. Енді осы жерде олардың ислам тек қана ол арабтарға келген, араб тілінде түскен, бұл қазаққа ешбір қатысы жоқ. Қазақ қай уақытта да тәңір деген біз тәңір дінінде болғанбыз дейді. Енді бұл қалай болды? Сонда қазіргі бүкіл намаз оқып жүргендер, құлшылықта жүргендер, бұлардың бәрін араб құлдардың қатарына жатқызып қойды. Құран-ы Кәрим Лаухул Махфуздан түскен, білесіздер. Лаухул Махфузда бұрыннан жазылып тұрған нәрсе. Ал енді жерде Байтул Иззаға, бірінші қабат жерге, 7 қабаттан ең астыңғы 7-ші қабатқа түсті араб тілінде. Неге? Өйткені Мұхаммед алейхиссалам араб. Енді араб тілінен басқа білмейді ол. Ол араб тілінде түсіп, халыққа тарату керек қой. Ол арабқа түскен жоқ. Пайғамбарымызға араб тілінде өзі сөйлейтін тіл қылып, сонымен тарқатты. Сонда 6666 аят, 114 сүре, 30 бөлімнің бәрі, бір нүктесі, бір несі осы уақытқа дейін толқымай келіп отыр. Ал енді бұны айтып жүрген адамдар өзі шатасқан, адасқан, іші несі дұрыс емес. Ал енді бүтін дүние жүзінде 2 миллиард мұсылман бар. 2 миллиард мұсылман ақымақ бар. Олар кімдер? Ол 2 миллиард мұсылманның қарғысына ұшырап кетпей ма бұл? Соның есіне қалып кетпей ма бұл? Ал керек болатын болса, ілім қашан пайда бұл? Ілім қашан пайда бұл? Ал туырлықты қашан басталды? Осы жерлерге көңіл аудару керек. Ал енді біз негізі математиканы жазған көп. Біздер, біздің бабаларымыз.
Астрономияны жазған кім? Ұлықбек. Біздің бабаларымыз. Дүние жүзінің екінші ұстазы Әл-Фараби кім? Қазақ. Бұған кім жетті? Ал енді әулилерге келетін болсақ, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түман бап, Отырарда 30 бап, баптардың бабы Арыстан бап дейді. Сайрамда бар сансыз дегенде санап болмайтын әулилер өтті деген. Түркістанда түман 10 мыңда әулилер өткен деген сөз. Ол баптардың бабы, әулиенің әулиесі Арыстан бап деп тұр. Бұл қайда тұр? Анерде Укаша Иса да жатыр. Бұл Арабтан келген бірінші. Бірақ оны қазақтар өлтіріп қойды. Ол әскеримен келген. Біздің ата-бабамыз өлтіріп қойды. Осы сияқты айта беретін болсам, Ибрахим Бахили дегендер болды. Жамбыл облысында, қазір есінде дінді алған. Осы сияқтыларды айта беретін болсақ, бұның бар оңайлықпен келген жоқ қой. Бұл өзім білмейтұғын, өзім көрсеткісі кеп жүрген, өзіне бүлк салғысы кеп жүргендердің сөзін іздей берсем, бұлар кете береді, әр жаққа шатысып, нағыл кетеді, біреудің қочақ бар болып істеп жатады, болмаса өзінің дітсіздігімен істеп жатады, болмаса өзінің шатасқанымен осылай нәрсе кете береді. Мен айтып отырмын ғой, мәселен, қабыл өлтіріп отыр. Әлі адам жоқ. Өзінің інісінің әділ десе, өйткені ол қабылмен туылған қызды сұлу болады. Оны әбілге беру керек. Ол мен оған бермеймін, мен өзім аламын. Бермеймін, мен өзім сұлу, мен өзім аламын. Ал енді ананың және берген садақасы қабыл болды. Қой жоқ болып кетті. Ананікі қабыл сөзден қап кетті. Содан кейін әбілді бұл өлтірді. Міне өлтіру, қастандық, сұлуға таласу, қызғаныш, адам алейхисаламның уақытта әлі адам жоқ уақытта басталған нәрсе. Бұл қиянат, бұл жала, бұл ондай адам баласы жүрген жерде бұл жүреді. Бірақ ол өзінің көмегенін білсе де, әйтеуір аузына келген сөйлеп жата береді. Міне бұндай шындыққа көп таласады. Шындық. Мәселен, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам 124 мың пайғамбар өткен. 124 мың пайғамбардың ең әуелгісі Адам алейхиссалам, ең соңғысы Мұхаммед алейхиссалам. Ал жаңағы Мұхаммед алейхиссалам ол өзі пайғамбармын деген жоқ, Алланың әмірімен, Алланың бұйрығымен болып отырған адам. Сол үшін ол кісі еш уақытта бір қиянат, бір өтірік, бір не сөйлемеген бала кезінің өзінде. Балалық кезінде әлін ақып жүрген уақытта қиянат нәрселерге бармаған бала. Ал оны қалай айтады? Неге оны жасырады олар? Міне, осындай нәрселермен қателесіп шатастырудың бізге қалай? Сонда ислам дінін жамандамақшы ма? Ислам дінін 2 миллиард мұсылман, оның бар ақымақтар емес қой. Дүние жүзінде бұндай санды кім бар? Дүние жүзіндегі әлемдегі санның 3/4 алып отыр. Ал бұлардың қарғысына ұшырап кету, бұлардың несіне ұшырап кетуді ойламай ма? Бұларды жоқ қылу бір пәсте. Жоқ қылып жіберу мүмкін. Неге бұндай ойламайды? Міне, сондықтан біз еш уақытта ондай нәрсеге бармауымыз керек. Шындықта, ақиқатты ақиқатша сөйлеуіміз керек. Жақсы. Аға, сіз әдетте ғылым, білім дегенде біз оны бүгінгі күнде Нобель сыйлығымен бағалаймыз, немесе сонымен өлшейміз. Осы мұсылман ғалымдарының ішінде Нобель сыйлығын алғандар бар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нобель, өздеріңіз білесіздер, кәсіпкер адам болған. Ол кісі уақыты келгенде жиған тергенінің барлығын ғалымдарға сыйлық ретінде қалдырамын деп өзі сондай пәтуаға кеткен. Бірақ бұл жерде де толып жатқан сыр бар. Мысалы, сол Нобельдің әйелін математик Миттер Дефлер деген кісі алып кеткен. Әйелі ана кісіні тәуір көріп, Нобельді тастап сол математикке тұрмысқа шыққан. Сондықтан Нобель сыйлығы математиктерге берілмейді. Ана кісі тізімге енгізбеген математик.
Ал болмаса да. Ал ғылымыңды солай қылды да. Екінші мәселе бар. Жан жақтан Нобель сыйлығына ұсынған кезде белгілі бір құпия шарттары бар. Енді осы шарттарды мына жерде жария қылып айтпай ақ қояйық. Тек сол адамдар ғана тізімге енеді. Содан кейін мысалы қазір Американың ондаған экономист ғалымдары соңғы жылдарда, соңғы бір 30-40 жылда Нобель сыйлығын алды. Бірақ экономика дейтін ғылым жоқ. Ғылым деген алдыменен зерттеу керек, сосын болашақты болжау керек, не болатынын айқын айту керек. Бір ғана жауап болу керек. Ондай ғылым жоқ. Ресейдің профессоры айтқан, менің осы уақытқа дейін экономика ғылымының докторы дейді, бірақ экономика ғылым емес деген. Интернетте тұр. Міне солар сыйлықтарды алып жатыр. Енді мұсылмандардың ішінен Нобель сыйлығын алған не бар, видео бар, оны Құдай қаласа подкасттың артына іледі. Оған уақыт алмай ақ қояйық. Оның ішінде қазақ та бар. Кейін оны тыңдап көрер. Біздерде мұсылмандар оқыма дейді, оқығаны шала деген әңгімелер бар. Мысалы, бұрынғы медреселердің бағдарламасын алайық. Бұрынғы медреселердің бағдарламасында 3 жыл оқыған кісі, мысалы, Көкірташ медресесінде, молда деген дәрежеге ие болған. Сонда ол кісілер Құранды жатқа білген, хадистерді толық меңгерген. Содан кейін 14 пәннен орта мектеп деңгейінде сабақ берген. Сондай дәрежеде болған. Содан кейін қосымша 5 тілді білген. Оның ішінде араб тілі, парсы тілі, шағатай тілі, қазақ тілі, сосын кейін Ресей, Қазақстанды отарлағаннан кейін орыс тілін қосты. Осындай деңгейде жаңағы айтып отырған кісілердің ғалымдары бар ма екен? Енді оны өздерінен сұрау керек. Мына Таңыршердің ішінде бір Тоқтар Абыз деген азамат бар. Бір қызығы сол көрінген сөзді кері қарай бұрмалап оқиды да өзінше бір мән шығарып, соған бір мағына беріп жүреді. Мысалы, намаз деген сөзді кері қарай оқып заман дейді. Сөйтеді де оны талдайды. Енді ең қызығы осы жерде сонда, мына бізде Ринат Зайтов деген мәжіліс депутаты бар. Осы Ринат дегенді теріс қарай оқиды да Тәңір дейді. Сөйтеді де бұл біздің пайғамбарымыз дейді. Бұған не айтамыз сонда? Енді арамызда жүргендер депутат пайғамбар болған болатын болса, сонда қайда кеттік? Бұл өте қауіпті нәрсе. Біріншіден бауырымыз Ринат бұл мәселені естімеген болар. Себебі мемлекет қайраткері ретінде, халықтың қалаулысы ретінде осы нәрсені көрсе, ол кісі міндетті түрде шындықты ашып жауап беру керек. Себебі бұл кісінің сайлаушылары осындай жауапты күтіп отыр. Біз мемлекетімізді, елімізді, халқымызды қорғау үшін осы әңгімені айтып отырмыз. Біздің мемлекетіміздің күшті болғанын қалаймыз. Мемлекеттегі қайраткерлеріміз әділ, адал, таза болғанын қалаймыз. Сондықтан мынау менімше Ринат бауырымызға жағылып отырған күйе сияқты. Сондықтан егер біздің мына подкастты көретін болса, Ринат бауырымыз осыған өзі барлығын зерттеп жауап беру керек. Соңғы кезеңдерде әлемде, оның ішінде қазақ жерінде Құранға тіл тигізетіндер көбейді. Пайғамбарға тіл тигізетіндер көбейді. Бұлар күн өткен сайын қатары көбейіп бара жатыр. Ал енді бұны түсіне алмаған, әлі буыны бекімеген жастарымыз соларға қарап қатты еліктеушілік бар. Сондықтан да жаңағы қазақтың діні тәңіршілдік, қазақ ешқашан араб болмайды, қазақ ешқашан құл болмайды деген сияқты бір ұрандармен, жалға ұрандармен біраз адамдарды өздеріне тартып, жастарды адастырып жатқан жерлері бар. Сонда осылардың көздеген мақсаты не? Бұның артында не тұр? Біздер сол елдің ынтымағы үшін не істеуіміз керек? Бұл жер өте күрделі, шиеленіскен мәселе. Себебі кез келген жаңадан шыққан ағымның артында, жаңадан шыққан сектаның артында белгілі бір мүдделі топ тұрады. Ол мүдделі топ міндетті түрде жаңағыдай адасқандарды қаржыландырып отырады. Және де жаңағы айтқандай теріс идеяларды беріп отырады. Оны жоқ деп айта алмаймыз. Әлгі
бұлардың ішіндегі Құран талдағандардың бірнешеуіне біздің бауырларымыз жауап берді. Мысалы Арман Қуанышбаев Құранды түсінбегендіктерін, ондай деңгейлердің жоқ екенін айта кеткім келеді. Мысалы, кез келген діни кітапты түсінудің 7 деңгейі бар. Бірінші, жалпы халық деңгейінде түсінеді. Екінші, сол ислам ғұламаларының түсінігі. Үшінші деңгейде әулиелердің түсінігі бар. Деңгей. Төртінші деңгейде машайықтардың деңгейі. Бесінші деңгейде нәбилер. Нәби деген кіші пайғамбарлар, кітап түспеген пайғамбарлар. Келесі 6-шы деңгейде расулдар, кітап түскен пайғамбарлар. Ал 7-ші дәрежеде, 7-ші деңгейде періште Жәбірейіл ғалейхиссалам. Егер сен Жәбірейіл ғалейхиссаламның деңгейіне жетсең, Құранды өз бетіңше түсіндір, өз бетіңше соған баға бер. Болмаса, қазақша айтқанда, жайыңа жүр. Бұлардың ондай деңгейде бірде-біреуі жоқ. Ойына келгендерін айтады, ар жағында ештеме жоқ. Кеше бір видео көрдім, Ақтөбеден жай ғана аузынан сөз тұрған адам өзінше хадис талдағысы келеді. Сонда ол мына кириллицамен жазылған, батыстан шыққан хадистің әлгі мазмұндарын, солардың теріс түсініктемелерін сол халыққа таратқысы келеді. Көрдіңіз бе деңгейлердің қандай екенін? Мен 7 деңгейді көрсеттім. Оның тіпті бірінші деңгейіне жетпейтін адамдар жаңағыдай халыққа ақыл айтқысы келеді. Бұның барлығы жаңағыдай арттарынан бақылап, соларды бағыттап, қаржыландырып отырған топтың бар екенін көрініп тұр. Бірақ енді соларды қаншама адам тыңдайды ғой. Қаншама адам тыңдап, одан бір өзінше үлгі алады. Әрине. Жаңа Хазіретпен сөйлесіп отырғанда айттық. Алла тағала бүкіл адамзаттың рухын бір мезгілде жараттып, сол рухтарды алдына келтірді. Мен кіммін дегенде, сен біздің жаратушымызсың деді. Олай болса сәжде жаса деді. Бір топ рухтар сәжде жасады, бір тобы тұрып қалды. Тағы да жаса деді. Және де бір тобы сәжде жасады, екінші тобы тұрып қалды тағы да. Сонда Алла тағала о баста адамзаттың өзін жаратпай тұрып, оның рухын жаратқанда таңдау құқығын, еркіндікті берді. Қандай жолды таңдайсың, сол жолды ұстанатын еркіндік берді. Міне, бірінші ретте, екінші ретте сәжде жасаған рухтар кейін адамның денесіне енгеннен кейін мұсылман болып дүниеге келеді, мұсылман болып бұл фәни дүниеден өтеді. Екінші топ, бірінші рет жасамай, екінші рет сәжде жасаған рухтар денеге енгенде кәпір болып туады, дінсіз болып туады, бірақ Алла тағаланың құдіретіменен, өзінің істеген амалыменен бұл дүниеде ақырында мұсылман болып дүниеден өтеді. Үшінші топ, бірінші жолы сәждені жасады, екінші жолы сәждені жасамады. Бұлар мұсылман болып туады, бірақ түрлі ағымдарға еріп, түрлі теріс жолға түсіп, түрлі дұрыс емес әрекеттер жасап, ақыр аяғында кәпір болып өледі. Енді діни кітаптарда белгілі, Барсиса деген кезінде 300 жыл бойы құлшылық жасап, періштелер айтады, өзара әңгімелесіп отыр. Осы пейішке барса, осы Барсиса бару керек қой деп. Сөйтсе, Алла тағаладан әуез келеді. Ол кісі менің тізімімде жоқ. Бұны Иблис ғалихиларына естиді, адам кейпінде келіп, жаңағы кісінің есігін қағады. Мен жолаушы едім, сіздің үйіңізде намаз оқуға бола ма деп. Сөйтіп, ана кісі рұқсат береді. 3 түн тұрмай отырып намаз оқиды. Екі көзінен жас парлап ағып жатады. Алдын жуып кетеді. Барсиса таң қалады. Ай, мен қанша жыл намаз оқысам да, көзімнен жас келмейді. Соның бір ретін тауып, жаңағы кісі намаздың арасында сұрақ қояды. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Мен қанша жыл намаз оқысам да көзімнен жас келмейді. Оның себебі сен күнә жасамағансың. Күнә жасасаң, соған пұшайман болып көзіңнен жас келеді дейді. Не жасауым керек? Адам өлтір дейді. Жоқ, ол үлкен құдайға бара алмаймын дейді. Онда зина жаса дейді. Жоқ, оған да бара алмаймын дейді. Ат тонналаға қашады. Онда енді арақ іш дейді. Ойланып арақ ішеді, ол кешірілетін күнә ғой деп ішейін дейді. Сөйтіп, Иблис ғалихиларына өзінің бір ұста досы бар екен, соның үйіне ертіп барады.
Ол ұстаның өте сұлу әйелі бар екен. Сонан төртеуі отырып арақ ішеді. Арақ ішкеннен кейін мас болады. Мас болғаннан кейін зинаға барады. Оны күйеуі біліп қояды. Сонан кейін екеуі шатасып, күйеуін өлтіреді. Сонда жаңағы 3 қылмыстың 3-еуін де жасады. Оған шайтанға керегі де осы. Бірден сол елдің патшасына барып, мынау адам өлтірді деп. Патша тергеп шынымен адам өлтірген. Сонан кейін енді ол кездегі үкім дарға асу керек. Соған мойнына дардың жібін ілген кезде Ибіліс халифалығына келіп, әй, сен маған құлшылық жаса, мені Құдай деп мойында сәжде жаса маған, мен сені құтқарып қалам дейді. Сол барсиса амал жоқ, Аллаға сыйынбай, шайтанға сыйынып сәжде жасайды. Дардың жібі көтеріліп кетеді, сөйтіп тозақи болып кетеді, кәпір болып кетеді. Міне жаңағы мұсылман болып туып, кәпір өлудің мысалы, әдемі мысалы. Ал енді жаңағы рухтардың бірінші ретте сәжде жасамаған, екінші ретте сәжде жасамаған, олар кәпір болып туады, кәпір болып өледі. Міне қазір осындай адамдар көбейіп кетті ғой деймін Хазірет. Заманның ағымына қарай баратыр деп қойсайық. Мінекей 70 жыл әлгі бізде атеизмді қолдадық. Мәжбүр болдық соның ығында жүруге, ықпалында жүруге. Одан кейін енді дінсіз елдер қанша, дінді мойындамаған, шын дінді мойындамаған. Мен солардан туған ұрпақ қандай болады? Кәпір болып туып, кәпір болып өледі. Міне сондай адамдар бізде де көбейгенін көріп отырмыз. Енді бұл 70 жылдық кеңес дәуірінің жемісі ғой былай алған кезде. Енді ол да бар. Сосын енді адамдардың жаңағы болмысында да бар. Тәрбие, осының бәрі осы. Енді осы жер атеист деген сөзден шығып кетеді. Мына осы қазанның 5-і күні Қарқаралының аудандық газеті бар екен, Қарқаралы деген. Сол газетте бір Ермек Балташұлы деген азамат мақала береді. Қазақ қайда барасың деп. Осы мақалада бар келтірген дәлелі оның орамал таққан қыздарымызға тиіседі, ислам дініне соқтығады. Одан келіп пайғамбарымыздың әйелдерін айта отырып, Хазірет сұрақ осы жерде пайғамбарымыз Айша анамызға 6 жасында үйленді, 9 жасында қосылды. Мұхаммед педофил болған, педофилдердің бастауы Мұхаммедтен басталған деп пайғамбарымызға тіл тигізеді. Педофил деген не деген? Педофил деген жас балдарға барады деген. Жас балдарға? Пайғамбарымыз солардың қатарына қосып, осындай бір адам өте сондай бір өте төмен түсіп сондай нәрсені айтты. Оны тағы да газетте жариялады. Ол газет қолымызда. Сонда осыған үкімі қалай? Пайғамбардың үйленуіне не себеп болды? Өте дұрыс айтыласыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам 9 жасында үйленген болғанымен, әуелі ғылыми көзқараспен қараймыз. Мәселен, мынау Сібір жақтағы балдар өте баяу жетіледі. Салқын жердегі балдар. Өте баяу жетіледі. Ер бала да, қыз бала да. Тура ма? Ыстық жақтағылар ерте жетіледі. Ал сол уақытта мынау Азияда да, Америкада да, Африкада да 9 жаста бой жеткендік, ер жеткендік өзінің ер жеткендік белгісі білінетін уақытқа жеткен уақыт болады. Оған көп таласамайды. Өзі ер жетіп тұрған білінгеннен кейін, ол 9 жас. Ауа ыстық жеткіздірді. Ол bizim Азияда да болған, ол Америка құрлығында да болған, басқа жерлерде әлі де бар жерлері бар. Сондықтан бұны жала. Ал ешқандай пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Алла тағаланың ең соңғы пайғамбары болып келіп, сондай неге барады деп кім айтады? Ол бірақ уақыты жетілсе үйленуге болатынына дәлел. Оны бір елді бұз деп, болмаса зорла деген жер жоқ қой. Сондықтан ол ақымақтың аузынан шыққан сөз айтыла береді да. Мен осы. Ол ешқандай, бұл bizim Азияда да, Америка құрлығында да, басқа жерлерде 9 жастарда жетілгендер өте көп болған. Оған ешқандай жоқ. Ол оған шариғатқа да, медицинаға да ешқандай қарсы келетін жер жоқ.
енді осындай тіл тигізгендерді кәпір деп айта аламыз ба? Бұндай тікелей жаңағыдай тіл тигізген кәпірлікке кетеді. Өйткені ол оған барған жоқ. Ол бұлай жұмыс істеген жоқ қой. Бұны ол солай жала жауының өзі соған кетеді. Себебі мақала авторы осы мақаласында бір жынысты қатынастар жайында айтады. Солай келеді де жер бетіндегі пенденің 10% еркек еркекке, әйел әйелге құштар болып құмарту бұл табиғи заңдылық дейді. Еркек еркекке? Иә, әйел әйелге құмарту бұл табиғи заңдылық. Яғни адамзаттың 10% сондай дегенді дәлелге келтіргісі келеді. Бұл өте жақсы сұрау бердің ай. Мен өте қуанып кеттім. Мана Лут қауымы деген қауым болған. Лут деген. Лут теңіз, ә? Сол Лут қауымында еркектер еркекке келе берген. Кейін ана Ибрахим пайғамбардың уақытында келіп, жаңағы Лут қауымына келіп, екі пеште пайғамбарымыздың үйіне кіреді ғой. Екі сұлу жігіт отыр. Ой, жақсы, көптен бері мейман келмей қалған еді. Жалғыз танасы бар екен. Бұл кісі өзі не адам? Жомарт. Танасын сойып алдына әкесі келіп жемейді. Ой, не болды? Не, дәмсіз болды ма? Не болды? Жоқ. Енді кешіріңіз, екеуміз де періштеміз. Біз жей алмаймыз. Астапыралла. Ал енді әйелің Сара, енді ұл туады. Исхақ деген бала туады. Ой, бетім-ай. Осы жасқа кеше көтермеген, шалым болған, кемпір болғанда қаяқтан туады. Туасын дейді. Алланың бұйрығы дейді. Туасын енді дейді. Сол кезде Сара қанша жаста еді? 89-да. 89-ды 90-ға келген туады. Болықта Ибрахим Халилда 99 дейді. 100-ге келгенде жаңағы Исхақты туады. Бұған қалай işte. Allah'ın kudretine kim talasalar. Mene bunu bilmeyi söyleydiğinde köpürmez var. Sonduktan biz bunu deneriz. Lut kavmi sonduktan erkekке bargan keyin yer yüzü onu keyin arkeologlar keyin tekşirген vaqtda 40 metr yer tömege tushib ketgan dalil bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. Tengizga batib ketgan bir qirg'oq. Sol Lut kavmi жаңа erkekке barudan so'ng barib jo'q qilgan Alloh taolo. Mene ularning jazası eng yomon jazo. Құрдымға кететін жер. Жүрек жарылып кетсе де айтайын мен енді. Lut қауымына барып сұрай берсін. Қайтып өлдік, қайтып өлеміз. Болды ма? Енді осы мақалада олар орамал тағу жоғарғы соттың шешімін жалған ақпарат деп отыр. Бұл жайында бір мағлұмат болған еді. Бұл шешім мен интернетте оқыдым. Жоғарғы соттың шешімі мынандай. Әлгі орамал таққан қыздарды мектепке кіргізбеу олардың конституциялық құқығын бұзу деп шешкен. Көрдіңіз ба? Сонда қалай болып тұр? Неге оны кіргізбей тұр? Біздің министрліктің бекіткен бір ережесі бар. Біздің еліміз енді көп ұлтты, көп конфессиялы, түрлі халықтар өмір сүретін қауымбыз ғой. Сонда солардың кейбіреулерінің конституцияда жазылған құқығы бұзылып отыр. Демек, біздің министрліктің шығарған ережесін өзгерту керек. Соттың шешімін частный определение дербес бөлігін шығару керек. Мына ережені өзгертулерін керек. Себебі мынау белгілі бір топтың құқығын, конституциялық құқығын бұзып отырсыңдар деп. Демек, бұл жердегі шешім қарапайым ғана. Ережені өзгерту керек. Орамал тартып барам деген қыз балаларға оған рұқсат беру керек. Мысалы енді жоғарғы оқу орнында бізде хиджабпенен жүрген жастар бар. Қысқа белдемше киіп, зеден жоғары киіп жүргендер бар. Оған ешкім тікелей жаңағыдай зорлық жасап жатқан жоқ. Сен былай жүрсің, сен былай жүрсің деп. Сондықтан қауымда болатын нәрсе. Сөйтіп сондай дұрыс шешім қабылдау керек. Министрліктің әлгі шығарған ережесі ол жөндеу керек. Шешімі сол. Мына хижаб деген сөзіне. Иә. Хижаб қашан пайда болды? Хижаб деген сөз арабтың сөзі. Покрывал. Орануш. Жамылу. Doğru mu? Бұл арабтар ислам дінінен бұрын ерлерде, әйелдерде оралған. Өйткені оның жері ыстық, денесі күйіп кетеді беттері. Сол үшін оралып жүрмесе, мына күйіп кетпеу үшін оралып жүрген покрывал. Оранғыш.
Оның дініне қатысы бар. Ауаға байланысты шыққан. Бұл ислам діннен бұрын бар ол. Әлі араб мұсылман емес уақытта бар нәрсе ол. Оны неменеге бізге әкелдіреді? Оның неге қатысы бар бізге? Неге оны айтпайды? Қазір кейбір әйелдер ұзын көйлек киіп алып, жерді сыпырып жүретін көйлектерді киіп жүргенін көріп жүрмін. Бетін орап алып, хижабпенен орап алған, бетін көрсетпейді. Мен бұлардан қауіптенемін. Біріншіден ана көйлекпенен бүтін сыпырып ыбырсықта кетіп барады. Екіншіден бетінен орап алғанда бұл жансыздық жасай ма? Өзіне ап бетін жауып жүр деп ойлаймын. Тур ма? Тур. Неге ол бетін көрсетпейді? Мәселен, баяғы Паранжи Ираннан шыққан. Паранжи Ираннан шыққан. Бұл Арабтан шыққан. Бұлар әйелдерді қызғанып орап қойған. Бұл өте қауіпті іс болған. Бұл нағыз жансыздардың киетін киімі болған. Орап еркек қатын болып киініп шығып кетіп, біреуді өлтіріп кетуі мүмкін. Міне осындай дедік, өз несінде қателескен жерлері көп. Бұдан сақтануымыз керек. Біздің қазақтың өзінің ұлттық қыздар өзінің киімдерін киіп, неде қыздар қызыл көйлек, қызыл намша киген, қызыл орама, өзінің әрқайсысы келіншек, қандай жас келіншек, орта жастағы үлкені, әрқайсысы өзінің жарасты киімін кисе, дүние жүзі бізге қарайтын болар еді. Біздің мәдениетімізге қызығатығын болар еді. Бұлар біледі шешіп тастап, дамбағын жоқ, бұтын ашып, жел үріп кетіп, туылмай жүр көбісі. Туылмай қалып жатыр бәрі. Бұл неме алып? Өсудің орны өшіп отыр ғой бұлар. Әнелін желдетем деп жүріп, жел ұрып кетіп жатыр. Бұл қалай болды? Бұл қандай болды? Міне, осындай кемістік біздің қоғамда бар. Біз бұдан сақтандыруымыз керек. Қазір бізде наркомания, таксомания деген нәрселер шықты. Өзі ішіп өзі өледі, өзі қымбатқа сатып алып, өзі ішіп өзі өледі. Оны тексеріп отқан ешкім жоқ. Оны сатып атқан бір топ адам байып отыр. Оналар қанша болса да алады. Алады да өзі ішіп өзі өледі, ешкімге ол несін көтер алмайды. Мен өйтіп өзі сатып алған ғой. Міне, осыған неге күреспейді? Бұлар неге тимайды? Неге басқа нәрсеге алады? Осындай нәрселерді біз, мәселен біздің мемлекет Заир мемлекеті. Заир мемлекеті болғаныменен бізде неше түрлі халық бар. Соның әрқайсының өзінің несіне де қарауымыз керек қой біз. Тура ма жоқ па? Әрине. Әрине. Бұларды есептемесе, ол қоғамды бір неге байлауға бәрін біреуге нағуға болмайды ғой. Кешегі компартияның әкеліп маймылдан жаратып еді, ол маймылда тумай қашып кетіп қалды ғой. Ол маймылда тумай кетті ғой. Ал енді 70 жыл болған мемлекет компартияда бізге бір үлгі айтатын сөз бар ма қазір? Жоқ. Бір үлгілік сөз іс қалған жоқ. Оны неден мақтаймыз біз? Маркстің 70 күндік Париж коммунасынан да еш нәрсе қалған жоқ. Лениннің мына құрып кеткен 70 жылдығынан да еш нәрсе қалған жоқ. Тек елді алдау, қазақты жамандау, қазақты қырғыз деп жамандады. Қазақты татар деп жамандады. Қазақты моңғол деп жамандады. Ақырында қазақ деген жоқ деп жамандады. Осы дұрыс па? Совет үкіметіге өтірік, өсек, алаң айтудан басқа не істедік ана? Ғылым онан бұрын бар. Оны дамытып қойғанбыз ғой біз. Совет үкіметі келгенде 25 мың қазақтың ғалымдарын атып тастады. Ол уақытта Россияда ондай ғалым жоқ. Біздің қазақ сол уақытта олардан озып кеткенін білдіріп тұр. 150 мың үлкен даналарды апарып, новосибирскілерге апарып, өлетінін өлтіріп, қалғаны келіп бүйтіп демейтін, бүйтіп отыра беретін болып қалды, мәңгүрт болып. Содан міне 150 жылдан бері қазір мәңгүрттікті келе жатырмыз. 40 жыл компартиянікі, одан кейін бер жағы тағы, сонымен оңып тұрған жеріміз жоқ қой қазір. Қазір қазақтың өзі, қазақ тілінде сөйлейтін қазақ бар. Шала қазақ бар, орыс тілінде сөйлейтін қазақ бар. Шала қазақтан сұрасаң, қазақ боларын білмейді, орыс боларын білмейді. Орыс қазақтан сұрасаң, орыстың артынан кіріп алдынан шығып, Францияның атырының ішінде қандай әдемі де мақтау береді, ол өтіп барады. Не бар? Басқа түкте жоқ қой бізде. Не бар? Не істеді бізге? Ал ғылым, бұрыннан дамып келеді.
Өйткені ислам діні иқра бисми раббикаллази халақа халақал инсана мин алақа деп бірінші оқуменен түскен құран. Оқу, білім алды. Намаз оқы деген жоқ алдым. Яғни бірнеше жыл оқуға бұйырды. Оқып, білім алып, суатымды көтір. Одан кейін барып намазға бұйырды. Бұдан артық қандай әділдік керек? Бұдан артық қандай дәлел керек? Бұл топастарға не деу керек? Сондықтан бұны жақсылап оқу керек. Оқу керек, түсіну керек бұны. Міне мәселен Құран-ы Кәрімді Жапонияда тексерді, Американың бәрі біледі. Өтірші бір жерде қате таба алмағандықта дым отыр. Солар аузын ашамай отқанын білмей ме? Қазір дүние жүзі араласып кетті. Күнделікті несін беріп отыр. Бірі-бірінен көріп, не болып, қайсы шық, қайсы өтірік екенін білмей масайланып қалды бұлар. Сөйтті де өзімен өзі шатасып жатқан заманда отырмыз қазір. Сондықтан бұдан сақтанайық. Өзімізді өзіміз сақтамасақ, бізді ешкім сақтамайды. Бұдан шығу жолы қандай енді? Бұдан шығу жолы ата-ана балдарды жас кезден тәрбиелеу керек. Имандылыққа, шындыққа тәрбиелеп келмесе ол болмайды. Мәселен, қазір балда әке-шешесі жұмысқа кетеді, ертеңнен кешке дейін жұмыста келеді, баласы қаяқта жүріп, қаяқты дағып жатқан ол білмейді. Сөйтеді, әр жерде жүрген баласы бұзылып жатқан ол білмей, кейін қылмысқа барғанда бірақ біледі де қалады, өкінеді. Ал тәрбиемен болады нәрсе. Тәрбиесіз еш нәрсе жетілмейді. Тәрбиесіз болмайды. Сол үшін, міне мәселен біздің қазақ халқы, мынау бұдан 150 жылдан алдыңға дейінгі өмірмен ешкім салыстырамайсың. Қазақ халқы өте дана халық болған. Әлемде 23 елді билеген қазақтан басқа халық жоқ. Қайда барсаң, қандай тарихшысы келсін міне. 23 елді билеген тек қазақ. Мәселен, Мұхаммад Хайдар Дулати Қашқарды биледі. Қашқарын Қытайда. Кашмирді биледі Индияда. Кейін Бабурдың кеңесшісі болды. Анау Жалайри бабамыз орыстың орманда отырды, атын есімнен шығарып отырмын, ғалым тарихтар жинағы деген жазған. Ол кісі қандай жазды? Ол да қандай? Ал енді Қайтпай деген бабамыз Александрияға крепость салдырған. Қамал салдырған. Египетті және Сирияны билеген патша болған. Одан кейін Az-Zahri бейбарыс бабамыз Африка, Азия, Европадағы мұсылмандарды қорғап, Египетті және Сирияның патшасы болған адам. Бұған кім жетті біздің бірәрі? Ешкім жеткен жоқ. Ал енді Шыңғысхан бабамыз бен Ақсақ Темірдің дәуіріне Наполеонның да, Македонскийдің де, Наполеонның да, Гитлердің де жеткен емес. Шыңғысхан менен Ақсақ Темірдің басып алған жеріне ешкім жете алмайды. Бұлар қандай неге алтын ордаларды құрды, ордалары құрып, басқаны құрып, қандай нелерге жеткізді? Қандай неге? Бұны кім айтады? Ол қорқады. Ойбай. Біздің қазақ халқының жақсылығын бір тағы айтайын мақтан. Мақтан деп жазып қоя беріңдер. Қазақ халқы мынаяғы Қытай. Ана Қытай 4000 километр қамалын қондардан қорқып соққан. Қондарға қыздарын қатындыққа беріп отырған. Ал енді Мұқалиды Шыңғысхан тайындаған Қытайды, Кореяны басқару үшін. Патша болып кетті. Басқаратын басшы. Ал енді Шыңғысхан дүниеден өткеннен кейін Құбылай немересі ол Шыңғысханнан кейін 100 жылдан астам Құбылай өзінің балдарымен барлығы 100 жылдан астам Қытайды басқарды. Сонда көп Қытайдың астанасын салған, Қытайды біріктірген бізбіз. Оның жоқ деп айтып көрсінші. Астанасын да салған бізбіз. 100 жылдан астам билеген де бізбіз. Оны жоқ дей алмайды. Бұны қарайшы. Бұны неге біз жасырмыз? Индияны Бабур биледі. Оған кейін Мұхаммед Али бар, несі бар? Қашқарды, Кашмирді билеп, кеңесші болып отыр. Египетті кімдер білді? Қайтпай бағамыз. Az-Zahri барды. Демек, дүниені біз билегеніміз анық қой. Біз еш уақытта ішірді кем болған жеріміз жоқ. Бірақ қазақ халқының сондай бір жақсылығын айтайын. Міне Қытай
мынағы Индия, мынағы Россия, мынағы Иран болса да өзінің тілін, өзінің түрін, өзінің акцентін жоғалтпаған халық. Қытайдың үні жоқ, Қытайдың дауысы жоқ, Қытайдың сөзі жоқ, орыстікі жоқ, Индиянікі жоқ, Ирандікі жоқ. Өзін өзі қалай сақтаған халық. Бұл мұхиттың ішінде тұрған бір адам кірмейтін аралда тұрып жасаған халықтай осындай сақтаған халық оңай халық емес қой. Ал бұл біздің бабаларымыздың даналығы. Өзін солай сақтай білген халық. Ал енді бұл қалай? Мәселен, Қытайдың 4000 километрден міне Қара теңіз, міне Памир шоқысы, міне мұзды мұхитқа дейін бабаларымыз жаяу атпен жүріп осы жерді бізге қалдырып кеткен. Сонан Тұран деген мемлекет орнатты. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңірі берген есігі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда көп түркім туып өскен, көп түрік ен салып қарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған жоқ қали. Тұранға жер жүзінде жер жеткен ба, түрік адамзатта ер жеткен ба, кең ақыл, отты қайрат, жүйрік түріктің ерлеріне ер жеткен ба. Бүтін түркі халқы, қырғызым да, өзбегің де, қарақалпағың да, Әзербайжан да, түркің де бізден тұрған. Солардың атасы біз. Түркі мемлекеті, түркі қағанаты. Қашан ғой? Түркі қағанаты, түркі мемлекеті 523 жыл құралған. 523 жылы бұдан 1,5 мың жыл бұрын. Сонда біз қандай халықпыз? Бұның айтпай тарихшымыз бізді алдап, қазақтардың мынау біздің академиямыз өте өтірік жұмысты көп істеген. Мен Москвадан академик құрайды. Мынандай тапсырма бердім. Сотрудничество СССР, арабские странами деген тақырыптан қорғанбыз. Келіп, академияның алтын президенті Асқар Қонаев басын бүйтіп, бұған мен қол қойды, мен қайтып кетіп қалдым. Мынау жүр зоң болған, бұл керек жоқ ма? Оның вице-президент Төлепбаев деген бар екен, Сусыловтың қарындасының күйеуі. Бар екен, защитить деп қолды қойып берді. Кейін айтты, мен айтам, тарих, академияның тарих институты бар, соған барасыз. Бір күні звондады, 7 академик күтіп отыр дейді. Бардым. Рамазан деген біреу бар екен. Жаңағы аттаның ағасы бар. Асылы осылар 7 отыр. Барып ем, жаңа Рамазан. Ислам дінінің қазақ жеріне келгенде 6 ғасырдан енді 7 ғасырға қарап барады деп қатым ұсап сөйледі. Ыңылдап. Оны 3 академик қолдады. Жеті ғой. Мен демей отыра бердім. Бір уақытта болдыңыздар ба деді. Басқа болдық деді. Сендер академик емессің деді. Өтірікшілерсің деді. Өтірік айтып осыңдар барыңдар. Өтірігімді енді айтайын деді. Мынау 6 ғасырдан 7 ғасырға барады деп ұялмай сөйлеп отыр деді. Ал енді Ал-Фарабидің 1100 жылдығын 1975 тойлап қойдыңдар деді. Басында сәлдесіне қарамадыңдар ма деді. Бұдан 1100 жыл бұрынғы Ал-Фараби сәлдемен отыр. Ол мұсылман. Оны неге жоқ деп санап отыр? 3-4 ғасыр кем болып. Мынау сауатсызын не деп отыр дедім. Сендер тарихшы емес, өсекшілер үшін деді. Қазақты сатып жүрген адамсыңдар. Керек болса мен орысқа жазып жүрсем, бәрін қамалып кетесің деді. Сен орысты мақтайын деп, орыста жамандап отырсың. Отырып та қалып бәрі. Бар қолынан келген қылыңдар да кеттім да қалып. Мен сендерден қорғамаймын, мен өзім доктормын деді. Керек болса мен Ташкентті де қорғауым керек. Өзбек Қырғызстанды, Москваны өзімді қорғауым. Болмаса, Өйтақта доктормын деді. Сонан бірде өзбек Әлжанбекке жамандап барды. Мынау келіп бізді өстіп жаман қылып, өте беймаз адам екен. Анық өзбек тыңдайды. Бір күн шақырт қазір келін. Мыналар үстіп айтты. Айтқаным рас деді. Құтты сөйтіп айтқаным. Сіз де историксіз, сіз де өтірікші историктің бірісіз.
Сіз де історықсыз ғой. Ал енді Қоңырат 33 ата деді. Соның 3 атасы қазақ деді. 30 атасы Сұрқандария, Амударияда отыр деді. Неге осы уақытқа дейін оны білмейсің деді. Міне бұл өтірік тарихты оқығанымыз. Отырып та кейін бір күн тағы шақырып, бір айдан өткен топпа туыр екен Қазірет деді. Әбден біткен екенбіз деді. Міне деді маған деді. Сіз мынау арқалықты басқарғанда сізді бәрі жақсы көреді деді. Мақтайды деді. Оңтүстіктің жігіті бізді жақсы басқарған еді анау мынау. Біз ол оңтүстік мақтамайды олар деді. Бірақ сіз бұл жерде қателесіп қалдыңыз ғой деді. Көретін. Міне бұл шындықтан қорқатын түк жоқ. Барлық уақытта кейін аналар маған сөйлемей академиктер менен ана аулаққа жатым болды. Жазушылар безетім болды. Мыңға жуық жазушы болады. Оның президенті менімен бірге депутат болған. Ертіп барып лекциясына мен айттым, жазушыма араластырма. Бәрі өтірікші болады деді. Міне осы сияқты солардан мыңға жуық жазушыдан қазір бір ауыз айтатын сөз бар ма? Анау 3 мыңнан астам академиялық қызметкерлерінен бар ма? Жоқ. Бәрі алдап өтті де атақты жеп, атақты алып кетті. Мұндай заманды болып тұр ғой. Бұрында бар, қазір де бар ғой. Қазір соның аяғын қуып келетін алаяқтар да жүрген. Солай. Бұған қалай қарайсыз? Енді жаңа тақырып хижаб мәселесін ауытқыдық. Қоғамда жалпы жылда қыркүйек айында бізде хижаб мәселесі қозғалады. Мектептерге баланы кіргізбейміз дейді, қабылдамаймыз дейді. Жалпы осы хижаб мәселесіне байланысты анық, айқын діни қайраткерлер өз ойын білдірген жоқ. Егер бірен саран білдірген болатын болса, бір-біріне қарама қайшылықта қалды. Жалпы бұған не айтамыз сонда? Мектепте оқуға орамалмен дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ, енді мәселен мемлекеттің қолында тұрған нәрсе. Бұл бұзылатын нәрсе емес. Doğru mu? Бұл бұзылатын нәрсе емес. Әр әдет ғұрып бар, халықтың өзінің несі бар. Оны сақтайтын керек болатын болса, соған қарап несін шығарып қойса бола беретін нәрсе. Ал ол әдеп тыржалаңа жалаңқы жүздегі айтуға да қақы жоқ ол. Ол не болады? Біз әркім өзінің несін сақтауға несін беру керек қой бұны. Бұны айтып, бүйтіп зорлап өткізуге болмайды. Бізде бұндай не жоқ. Саясат деген сөз әркімнің қоғамның туыры болуына қарай қызмет ететін болмаса, бұл саясаттың бізге керегі не бар? 25 жыл басқардым, 15 жыл қазы, 10 жыл мүфти болып. Маған бір үкімет адам былай деп айта алған емес. Айтуға хақысы да жоқ. Дін мемлекеттен бөлінген. Doğru mu? Мен саясатқа араласпасам, біреу жамандан маған қалай сөйлейді? Сен шариғатын сөйлемей көрсін дейсің. Дей алмайды. Әр нәрсенің өзін шегі болу керек қой. Жаңа мақала авторы жалпы 5 уақыт құлшылық Заратуштрадан басталған дейді. Заратуштра пайғамбар болған дейді. Бұл сауатсыздық па әлде надандық па? Бұны қалай түсінеміз? Енді бұл кісінің мақаланы оқып шықтым. Бірнеше қайтара оқып астын сызып белгіледім. Бұл кісі шамасы сол кеңес дәуірінде журналистика факультетін бітірген болу керек. Содан кейін ізденіс, жан-жағына қарау, талпыну деген мәселе бұл кісіде болмаған сияқты. Сол оқыған нәрсесін кәдімгі миіне де, бойына да, қанына да адал сіңіріп, сол қалпында қалған. Себебі онан бері талай нәрсе өзгерді ғой. Талай нәрсе өзгерді. Ол кісі өзінің ұстаздарына, тырнақшаның ішіндегі ұстаз, адамзаттың тырнақшаның ішіндегі ұстаздары, Карл Маркске, Ленинге соған сүйенеді. Карл Маркстың кім екенін ол кісі білмейтін сияқты. Шынына келгенде Фридрих Энгельс дүниежүзінің барлау мекемесі, дүниежүзінің бәрін басқарып отырған барлау мекеме Ми-6 дейтін ағылшында ұйым бар. Мысалы, Всемирная организация здравоохранения дейтін сол мекеменің филиалы ғана. Оны енді біреу білер, біреу білмес. Сол Энгельс сол мекеменің мүшесі болған. Өзі кәсіпкер, фабрикалар болған, қаржысы болған. Сол Ми-6-тің тапсырмасымен Карл Марксты үгіттеп, мынандай бағыт ұйымдастыр дейді. Құдайды жоқ дейсің, кез келген адам ойына келгенін жасауға болады. Бұның да ар жағында не тұр? Ар жағында банкідегі риба тұр, процент.
Ол кезде енді ағылшын жалпы Европа, Азия елдерін отарлыққа алып, оны тонап, байлықтың бәрін өздеріне алып келді. Бірақ енді ақша арқылы, риба арқылы баю тиімді болатын заман болады. Соны ақтау керек болды. Енді қараңыз, иудаизмде, христиандықта, ислам болса да рибаны қоштамайды, рибаны харам дейді. Харам дейді. Иә, сондықтан бұл не қылды? Бұл Құдай жоқ деді. Барлығы өзінен өзі бола салған дүние, материя болса болды, басқаның керегі жоқ. Сондай кітап жазды, 3 томдық «Капитал» дейтін кітап жазды. Ол кітапты оқыған адам миы ашып кетеді. Себебі өзіне өзі қайшы келетін тұстары көп. Мен оқып шыққанмын кезінде. Өзіне бала күнімде, бірақ оны айта алмайтынмын. Оны айтсам, мені оқудан шығарып жібереді. Иә. Оқып шықтың ішінде толып жатқан қайшылықтар бар. Әні мына кісі соны бетке ұстап отыр. Ал енді қараңыз, Маркстың ұрпағы не болды? Қыздары өзін өзі өлтіріп, тозақи болып кетті. Өзінің үй қызметшісі әйелінен некесіз туған баласы береді, оны Энгельс асырап алды. Ол бала жаңағы гомосексуалист болды. Себебі Энгельстің өзі де сондай болатын. Көрдіңіз бе? Міне соны бұл кәдімгі соған сеніп, газетте соған аяқ тіреп, соны шын көріп, соны марапаттап отыр. Міне осындай деңгейі бұл кісінің. Хазірет, мынау жалпы көп әйел алушылық қай кезеңнен бастап алды? Енді Сүлеймендерге баратын болсақ, Дәуіттен. Сүлеймен 750 заңды әйелі болған. 250 қызметкер құлы болған. Сонымен 1000 әйелі болған. Сол 1000 әйелден біреуін тудыра алмады ғой. Әбден су болып кеткенде, ешқандай тудыра алмай кетті. Сол 1000 әйелден біреуі туған. Ұрпақ қалған жоқ. Ол бір дәлел. Ал енді ислам дініндегі 4 әйелді Алла Тағаланың парызыменен берді. Бірақ оны өзінің жағдайына қара. Әйелің қандай? Әйелің бала тауып жатыр ма, таумай жатыр ма? Әйелің денсаулығы жақсы ма, жаман ба? Бұларға қарай отырып, және сен бір әйелдің үстіне 2 әйел алатын болсаң, олардың тең қарайтын жағдайың бар ма, жоқ па? Екеуіне бірдей қарамасаң, сен күнәһарсың. Мәселен, бәйбішеге 3 бөлме үй әперсең, тоқалға 3 бөлме әперуің керек. Бәйбішеге 10 000 ақша берсең, анаған да 10 000 ақша беруің керек. Өстіп бірдей қарайтын жағдайың бар ма? Деп. Бұл мен депутатпын, 90-шы жылдар білесіз ғой. Кейіннен егемендік алған кейін жаңағы біздікі қайтадан заң қарады ғой енді. Сонда 3 академик шығып, мынау 2-ші әйелді алуға қарады. 2-ші әйелді. 3-еуі сөйлегенге мен шығып сұрадым. Бұл 2 әйелді қалай алады? Екеуінде тіркеле ме, ЗАГСы бола ма? Жоқ. 1-ші әйелдің ЗАГСы болады. 2 жоқ. Онда бұл ойнас қой деді. Жеректі қой деді. Бұл қатын емес қой деді. Қалай? Екеуіне де ЗАГС беруім керек. Ол мынау ерім деп туғанда мені де ұстап көрсететін болу керек. Болмаса неге халықты сен бұзасыңдар деді. Академик болса өздеріңе деді. Отыр орныңа деді. 3 академик шығып оларды қарсы шапты. Қазіреттің айтқаны дұрыс. Сонымен ақырында өтпей қойды. Өткізбей қойды. ЗАГС-пен болмаса болмайды. Сол бір қатынмен тұра бердім деді. Мен бұндай нәрселерді ашық айтылмаған жерде осылай кетеді. Ал бұндай бізде енді өзіміз қорғауымыз керек. Неге біз соншалықты қорғауымыз керек? Елді, жерді қорғайды біз өзіміз. Қазақ халқы елді де, жерді де, тілді де бәрін қорғайды халқымыз біз. Біз. Бізден ба, ана етностар бізбен бірге жұмыс істеуі ол міндетті. Өйткені бізбен байлығымызды, ақшамыз жақсы, тамағымыз дәмді болады да, өзіміз неге жаман болуымыз керекпіз? Олар да бізбен бірге қызмет етуі тиіс. Бұған қалай қарайсыңдар?
Осы үшін біз өзімізді өзіміз жақсы қорғауымыз керек. Біз мәселен қазір қазақ халқы өзінің байлығына еге болатын болса, химиялық кестедегі байлықтың бәрі бізде бар. Дүние жүзіндегі ең алдыңғы қатардағы елдің қатарына қосылатын байлыққа жететін уақытымыз болды біз. Не yapып жатырмыз әлі? Қаяқта жатырмыз әлі қарым тойғызамай жүрміз. Неге бүйтіп жатырмыз? Бұның орнын ойласа, өз көріп тұр ғой бәрі. Өзін өзі айқайлап айтып тұр ғой өзінен өзі. Сондықтан біз бұл жағын ойлауымыз керек. Әдеп нағыла бермей, біз өзіміздің жағдайымызды өзіміз көтермесек, бізді ешкім көтермейді. Мәселен, біздің қыздарымыздан, балдарымыздан имандылық жағынан да, білім жағынан да, түрлі саладан тамаша жетіліп жатқан балдарымыз бар. Бірақ солар Құдайдан көп болсын деп тілеуіміз керек. Солар ынтымақта болсын деп тілеуіміз. Соларды Құдай жетілдіре берсін деп тілеуіміз керек. Міне, осындай жағдайлар бізде көп. Не білесің, оны сескеніп отырамыз біз. Ендеше осы жерде жаңа сұрақтың жалғасы. Көп жерде мына тәңіршілердің бетке басып айтатыны, яғни кезде шалғылары келетін жері, ол егер Құранда 4 әйел алуға рұқсат берген болса, неге Мұхаммед 12 әйел алды дегенді айтады? Бұған айтарыңыз. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Ол 12 әйелді әйел құмарлықтан алған жоқ. 12 әйелді әйел құмарлықтан алған жоқ. Ол мінерде Маккада оларға көнбелмегеннен кейін бір топ адам ол неге көшіп кетті? Эфиопияға. Сөйге барғаннан кейін анау аты кім еді? Сиддік қой, өтінесе. Ол қайтыс болып кетеді. Енді оның әйел жесірі қалды. Енді не болды? Ол мұсылман. Енді ол қаңып кетті үшін, оны әйелдік алды пайғамбарымыз. Қаңытпау үшін әйелдік алды. Оның ар-намысын қорғап алды. Аны қалған әйелдің бір ар-намыстарын қорғау үшін болған нәрседе. Бір ар-намыстарын қорғап, өзін бағып, балдары менен несімен алды. Бұл адамгершілікке жатады. Өте жақсы. Қорғап, елді одақып отырып, ол Алла Тағаланың берген оған мүмкіндігі. Құранның аяты түсіп 4 әйелмен шектелген кезде пайғамбарымызда жаңағы сіз айтқан 12 әйел болды. Бірақ мұсылман пайғамбардың әйеліне үйленуге хақысы жоқ. Сондықтан ол кісі аналарға талақ бере алмайды. Осы жерін айтып кетуіміз керек. Сондықтан Хазіреттің айтып отырғаны ол кісілердің қорғады, намысын қорғады, бүкіл жағдайын жасады, балаларын өсірді, тәрбиеледі жаңағыдай. Сондықтан 4 әйелмен шектелмей қалғаны сол пайғамбарымыздың. Кейін Айша анамыз жас қалғанмен тұрмысқа шықпады ғой. Себебі ешқандай мұсылман пайғамбардың әйеліне үйленуге құқығы жоқ. Себебі анамыз деп есептейді. Өте тамаша. Жауапты қатырдыңыз, қорытындыладыңыз. Ендеше жаңа айтып отқан мақала авторы мынандай бір нәрсені айтады. Мұсылмандарда музыка харам дейді, сурет салу харам дейді. Бірақ бұл нәрселердің бәрі Алтын Орда хандарының исламды қабылдағаннан кейін бастап алды. Осы себепті қазақтар артта қалып қойды, өнерден алшақтады дегенді айтқысы келеді. Соған не дейсіздер? Мен жауап берейін. Қазір жауап берсін. Осы Айша анамыз жас. Негрлер ол қырда отырады Мәдинаның сыртында, төбелерде. Олар той қылғанда бақырып ойнап, ой, өлтіріп жібереді. Сол дауысты естіген жас анамыз Айша пайғамбарымызға айтады: "Я Расулалла, тойға барсақ бола ма?" деп. Болады деп. Барғаннан кейін сол той тарқағанша пайғамбарымыз отырады. Сол той тарқағанша пайғамбарымыз отырады. Кейін Айша анамыз сұрады: "Сіз жеп шыдадыңыз?" Шариғат бұзатын жері жоқ. Бәрі шариғатқа киініп, біреуді жамандап отқан жоқ, біреудің қатынына көз қарап атқан жоқ, біреуін ағып атқан жоқ. Шариғатқа лайық болғаннан кейін рахаттанып отыр. Алла Тағала музыка естіпті деген жері жоқ қойды. Табиғаттың өзі музыка қойды. Көктердің өзі музыкалап тұрады ғой деді. Мен сол ғой жоқпын ба деді. Музыканы ешкім жоқ деген жоқ. Музыканы біреудің қатынын мақтап, біреудің қатынын сүйемін деп қолданса, онда тыйым салма. Басқасына ешқандай жоқ деп. Бұны қайтесің? Бұны қайтесің?
Пайғамбарлардың ішінде де аспапта ойнағандар болды ғой. Oldu. Aspapta oynagan ne peygamberler oldu. O tiyim sarın dersemiz. O buzuklığa caddesi buldu o. Birazın hatına karab kızıktırıp ne şey suyumun, yekemşeğin ne demektir, özün konusunda egen degen çok olur. Anağın ayabamasa anadan bundan bu soru şimdi üç kanday diyor bu. Bütün İslam'da elimizi getirilme hakkı yok. İslam bu ülke jarılgan emez. Bu İslam dünyanın adillik benen, şındık benen көрсету үшін жаралған нәрсе. Hazrettің сөзіне қосымша. Демек, жаңағы пайғамбарымыз қатысқан тойдағы музыка, әуен рухқа қызмет істеп тұр. Рухқа. Адамның рухын тәрбиелеп тұр. Ал сіз айтқандай жаңағы нәпсіге қызмет істесе, ол харам. Ал харам. Міне, қорытынды. Енді Әл-Фараби бабамыз нота жазып кетті емес пе енді? Иә. Әл-Фараби бабаның өзі күйші болған ғой. Қырғын тартатын болған. Ол Иранды ұстады ғой бұны. Ұстап бұны өлтіретін болған уақытта музыканы тартқанда бәрін ұқтатып алып қашып кетіп қалған. Бабам музыкамен ұқтатып кетіп қалған. Оның қайқаты қасына. Міне, музыканың да пайдасы бар. Өлетін жерден құтқарып жіберді. Байқамайсыз ба? Бұны естігеннен кейін аналар не істейтінін білмей қалатын болды ғой. Міне, өмір қалай. Менің бір қателесетін жерім бар. Мен Майдалиді тартқанда, радикалқорларды тартқанда өлтіріп жіберетінмін. Әнті күшті тартатынмын. Кейін анау шалақ молдалар жаңа айтып болмайды деген естіп, мен бұны тастап қойдым. Сөйтсем, кейін арабиядан оқығанда білдім, ол алдағы түсіп қалыппын. Тастамауым керек екен. Сонан кейін ұстасам қолым бармайды, оны қарасам. Әлге дейін өкінем соған. Ана ақымақтардың сөзін еремін деп, өзімнің сондай нелерінен ажырап қалғанын өкінем. Алла тағала берген қабілет қой енді. Қабілет? Мендесі радикалқорлар тартқан. Той болатынан бір апта 10 күн бұрын шақыратын. Менде тартамайды ешқайсысы. Музыка ғана емес, сурет салуды да харам дейді. Жалпы исламда сурет салуды қалай қарайды? Осыған талдап түсінік беріп кетсеңіз. Ол енді сурет салуға ислам дін тиған емес. Бірақ қибла жақта сурет ілулі тұрса, оның бетін жауып қояды. Өнеген оқи керек. Онда ешқандай несі жоқ деген сөз ғой. Ал біздің дамуымызды сурет салумен дамимыз, жазуменен дамимыз, оны барын жоқ қылып, мұсылманды бір әшейін мәңгүрт бір бәле қылуға айтып отырған сөз ғой. Сурет те саламыз, басқа да саламыз, керек болса қызғуылда шабамыз, атта шабамыз, суда шабамыз, ол біздің жұмысымыз. Оның ісі болмай, өзінің ар жағын нағып отырсын, бітті тамам. Ол біздің жұмысымыз. Даму біздікі. Doğru ма? Иә. Сурет ешқандай зиян келтірген жер жоқ. Бірақ суретке қарап намаз оқымаймыз. Мүсінге қарап намаз оқымаймыз. Суретке қарап намаз оқымаймыз. Барды ол ашық айтып қойған. Сол. Бірақ суретке тыйым салынған емес. Бұл жерде Хазірет тура айтып отыр. Әлгі суретке қарап намаз оқыма деген мына шіркеуден шыққан нәрсе ғой Хазірет. Мария анамыздың суретін салып қояды. Иса пайғамбардың суретін салып қояды. Соған табынады. Соған тыйым салынған. Сурет салуға, оны анда-санда альбом қылып жаңадай көріп, мынау бабаның еді деп немересіне көрсетіп отыру, оған тыйым салған жоқ ешкім. Бұл жерде де жала бар. Біздің ислам дін дамуына кедергі жасау. Бізді бір топас қылып, үш нәрсеге нағым айтуын, бір әшейін құрма сияқты жайылып жүре беретін біреу қылмақшы болады. Ол дұрыс емес. Ол бізді алдайтын алдына қарасын. Мен Ливия университетін бітірдім. Ол Ливия университеті мен бітіргеннен кейін бұны жауып тастады. Бұл әлемде біреу ағайды. Сөйтті де Заветардан айқып жүрген. Оны бітірген адамдар кез келген жерде билік басында отырды ғой. Басына келіп болғаннан кейін, деді, бітті. Міне, өте күшті оқытқан, жаңа айтқандай, 7 жылдың ішінде мынандай не алып отыр деп. Соны кейін жоқ қой, ол кетті ғой. Енді Муаммар Каддафи сіздің енді курстасыңыз, досыңыз.
Ол тарих факультетінде оқыды. Революцияда бірге болды. Екеуміздің арамыз 100 метр болды. Екі рет арнайы шақыр. Бірінде Серік те бар, көріп, құшақтап бетімді сүйіп қалай. Анау шапандарды, қазақтың хандар киетін шапанын кигізіп апарып, 1 сағат киіп тұрып сөйледі ғой. 10 мың адамның алдында. Екеуміз ақ сөйледік. Мен аштым, ол сөйлеп аяқтады. Бітті. Мына соңғы жылдары ислам діні жайында айтылатын болса, көп жерлерде мынандай қорқыныш, үрей айтады. Яғни бұл қарқынмен кете беретін болса, қазақ жері екінші Ауғанстанның кебін киеді. Себебі біздің қазақ жастардың кешегі Сирияға кеткендері бар. Қара жамылып жүріп, оранып жүргендер бар. Осыларды алға тарта отырады да, яғни алған кезеңде ислам деген бұл тек қана надандық. Егер біз бұл жолдан бас тартпасақ, шегінбесек, біз бәріміз екінші Ауғанстанның кебін киеміз дегенді айтады тәңіршілер. Бұған не айтамыз? Бұл жала. Бұл саясатты қолдаушы. Мәселен, Сирияға өлтіру үшін барып өтіп, қайтып өтті. Қайерден өтті? Ол Сирияға өту үшін қайерден өтті? Қай елдің территориясынан, не? Қай елдің территориясынан? Ол неге айтпайды? Оны өзі жіберіп отыр. Оның өзінің қылмысы ол. Білдің ба? Өлтіріп болып, оны ислам дініне қарап итеруі қарап. Мұсылманды нағып өлтіріп. Қаяқтан? Ол қатындарын апарып, қатындарын жере қылмады ма олар? Екінші біреу қатын қылып алып, екінші біреу қатын қылып алып, олардың қатындарын да құртып кетті. Бұның исламдық па? Олардың өздері істеп, өздері жеп көрсетіп, өздері жеп болып кетті. Айталардың жайы жоқ. Ол мұсылмандар барған жоқ ой. Өзі сатқындарды апарып істетіп, сатқындарды өлтіріп, қайтып исламға жауып отырған жалақорлардың ісі бұл. Бітті. Жерде қосымша мынандай айтып отыр Хазірет. Ауғанстаннан қорқа береді. Қазір өзіңіз білесіз, Индияда, Кашмирде, Пакистанда Деобанд деген ағым болды. Олар отаршылардың заманында өзіміз дінімізді, ұлтымызды, тілімізді, мәдениетімізді қалай сақтап қаламыз деген мақсатпен құрылған ұйым болатын. Солар дамыды. Қазір университеттеріне түсу үшін бір орынға 200 адам таласады. Сонан шыққан университет бітірген адамдар өте мықты болып шығады. Сол Деобандтардың уәкілдері ағылшынның территориясында 1000-ға жақын медресе бар. 1000-ға жақын. Сол медресенің 1000 медресенің 600-ін жаңа Деобандтың университетін бітірген адамдар басқарады. Қорқыныш бостан босқа. Ал енді соңғы билік басына келгендер осы Деобандтардың уәкілдері. Бұлар ғылымды жақсы біледі. Енді өткен жылы, бір жарым жыл бұрын біздің Нұр-Мүбарактың бірнеше мұғалімі барып, сол Деобанд мектебін зерттеді. Сонда 7 жылдық медресесінің бағдарламасын көрдік. Сонда 7 жылдық жай медресенің бағдарламасындағы өтетін пәндер, ғылымдар біздің қазіргі басқа жерлердегі әлгі бакалавр дейді, магистр дейді, PhD, доктор дейді, онан әлде қайда жоғары. 7 жылдағы. 7 жылдағы. Сондықтан бұлар жала жауып отыр. Көрдіңіз бе? Жала жауып отыр. Себебі әне жерде білімнің деңгейі өте күшті. Мәселен, Англия келіп, жаңағы Ауғанстанмен 30 жыл соғысып. 30 жыл соғысып аламай қашып кетті ақырында. Қашып кетті Англия. Ойбай құрысынды, қырылып қалдық деп. Оны кейін орыс бар. 10 жылдың ішінде бұларды қырылып ойбайлап зорға қашып кетті. Бұлар жаламады. Ауғанстанның осында елін қорғауынан қорқып, ауғанды жаман қызматын көрсетіп жатыр. Бірақ олар өзінің отанын қорған патриот, нағыз мұсылмандар деп атасақ бола береді. Мұсылмандардың ішінде нағыз елін қорған. Ода Сауд Арабияда қорған. Сауд Арабия еш уақыт Ауғанстан соғысып атқанда, ауғанмен аналар соғысып атқанда бұны қорғақ деп айтқан жоқ. Айтқан жоқ. Бірақ ол өзі қорғап шықты. Қазір дүние жүзінде Ауғанстанға жететін өзінің отанын қорғайтындай онда ел мемлекет жоқ.
Сол үшін ауғанды жамандаған жалақ. Ол нағыз 7 жылдық мектептегі біздің бакалавр нелердің алғанын артық болса, не деген оқу? Олар надан емес қой бәрі. Сол үшін бұл өте өзіміздің әлемдегі ислам дінін қалай алып баратқан, және мұсылмандардың өзін-өзі қорғап жатқан кім екеніне біз баға бере алмасақ, онда біз наданға жатамыз. Бұл ешқандай қиянат жер жоқ, біреуді басып алып жатқан жоқ, өзінің отанын қорғап отыр. Өте дұрыс бұнікі. Өте дұрыс. Хазірет, тағы да мына жерден де біз өткендегі подкасттарымызда айтқан болатынбыз, дүние жүзін қазір шайтанилер басқарып отыр. Ал Ауғанстанға неге бұлар шүйлігіп тұр деген сұрақ туады. Сөйтсе, дүние жүзінде әрбір әйелге шаққанда көп баланы ауғанның әйелдері туады екен. Мінекей. Бұлар аналардың саясатына қарсы. Сондықтан ауғанға жаңағы сіз айтып отырған 200 жыл, 250-300 жылдан бері шүйлігіп атқанның өзі соның себебі. Осы күнге дейін солай. Дүние жүзінің бәрін шаққан кезінде әйелдерді есіп бір әйелге көп туатын ауғанның әйелдері екен. Міне Құдайдың берген емес. Сондықтан ауғаннан қорқу, ауғанды жаңағы дұшпан көрсету, құбыжық көрсету, оның барлығы жаңағы айтқандай солақай сыңар жақ саясат деп түсіну керек. Көп жағдайда бүгінгі күнде біздің имамдарымыз, дін қайраткерлері исламды қорғап ала алмай жүр. Діни оқу орындарында жалпы саясат оқыту керек пе, керек емес пе? Саясатсыз тек дін оқыған болса, онда бір көздік болып қалады. Соқыр адам сияқты. Соқыр. Бір көз соқыр ғой. Бір көз соқ бермейді ғой. Мен Бұқарада оқып жүргенде айтайын. Мен үздік оқыдым медреседе. Білдің ба? Мен 9 жылдық медресені 6 жылда бітіріп кеттім. Сонда ректорға барып айттым, ұстаз дедім. Мына оқытып атқаның бір көздік оқу дедім. Кәпір боласың, күнәһар боласың, анау боласың, мынау боласың, менің бітетін нәрсе бұл дедім. Ал енді өзі Құдайға сенбейтінге кәпірің не керегі бар, несі бар? Құдайға сенбеген оны не қылады дедім мен. Ал маған Құдайсызды оқу керек дедім. Сонда 2 көзім ашылады дедім. Қазір мен бір көздімін дедім. Кәпір боласың, күнәһар боласың, басқа айтамаймын мен дедім. Енді мына Құдай жоқ дейтінді оқуым керек. Ректор отырып та медресені. Ертесін шақыр. Біратты Құдайсыз оқу бар ма? Бар. Физика, математика Құдай жамандамайды деді. Химияңды жамандамайды. Астрономды жамандамайды. О, тарих деген факультет бар, нағыз өсекшіл ме, соған барамын. Берді, бардым да 2-4-2-5-ке түстім деген. Барсам, сол күннен бастап Құдай жамандап оқытты ғой. Анау қалай жамандайды? Bu yakta қандай ақтай. Екеуін салыстырып, ет қолына міне деп отыр. Міне 150 жыл болды қазір біздің қазақ халқының өзінің несінен алысқанына. Doğru ма? 70 жыл компартияның несіменен, қалғаны тағы келіп, 150 жылдан бері біз өзінеміз тауымай отырмыз. Бар жаңағыдайдан келіп шыққан нәрсе. Маймылдан тудырып кетті, неден тудырып кетті, өтірік парақорлыққа апарды, жезөкшелікке апарды, еркекті еркекке барып апарды, бұның бары жақсы деді. Осы дұрыс па? Міне, бұзу осы емес па? Міне, қалай дейсің? Хазірет, сіздің мына студияда отырғаныңызды пайдаланып, мынандай бір мағлұмат беріп кетсек. Мына дін деген мәселеге тоқтайық деп отырмын. Діннің анықтамасын беру үшін, діннің жалғыз екеніне тоқтадық қой. Діннің анықтамасын беру үшін біз ғылым дегенге тоқтауымыз керек. Ғылым, Европаның ғалымдары мұны классификация жасай алмады. Мұсылман медреселерінде бұрын классификация жасаған, мен соны келтіргім келіп отыр. Ғылым жария ғылым болады, сосын құпия ғылым болады. Құпия ғылымда Алла тағала қай деңгейде пенделеріне берем десе, сол деңгейде біз қабылдаймыз. Жария ғылым екіге бөлінеді. Адамзат ғылымы, ғаламзат ғылымы. Ғаламзат ғылымын өзіңіз білесіз, Сүлеймен пайғамбар игерген болады. Ал адамзат ғылымы екіге бөлінеді. Бақи дүние ғылымы, фәни дүние ғылымы. Фәни дүние ғылымын жаңа сіз айтып отырсыз. Физикаңыз, математикаңыз, химияңыз, астрономияңыз, бұның барлығы фәни дүниенің ғылымы. Бұны ғалымдар зерттеп,
сол нәтиже алады. Бұл нені зерттейді? Алла тағаланың жаратқан 18 мың ғаламының қасиеттерін зерттейді. Мысалы біздің әлгі Европаның ғалымдары, оған бізде қосылып кеттік. Омның заңы дейді. Ом өзі ойлап тапқан жоқ оны. Алла тағаланың ом ашқан заңы деп айту керек. Алла тағаланың Максвелл ашқан заңы деп айту керек. Алла тағаланың Ньютон ашқан заңы деп айту керек. Жаратқан Алла тағала. Міне фәни дүние ғылымы осы. Ал бақи дүние ғылымы пайғамбарлар арқылы келеді. Дайын күйінде Алла тағала беріп қойған ғылым. Көрдіңіз бе? Сонан кейін енді соңғы пайғамбар өткеннен кейін әулилер, машайықтар, өзіңіз сияқты ұстаздар ол ғылымды дамытады. Енді Құранда 25-ші сүре Фурқан дейді. Фурқанның ішіне осының барлығы кіреді. Ал ислам деген не? Ислам деген бақи дүние ғылымы мен фәни дүние ғылымын байланыстыратын Алла тағала тарапынан келген аса жүйелі ғылыми дүние таным. Міне осылай етіп айтуымыз керек. Мына біздің жаңағы жауларымыздың барлығы исламды өздерінше ойдан шығарған бір неме деп ойлайды. Шынына келгенде Алла тағала тарапынан келген өте жүйелі ғылыми дүние таным. Алла тағаланың бір есімінің өзі ғылым ғой. Қазір бәрі өзіңіз. Ал енді Вальтер былай дейді. Ғылым Алла тағаланың жаратқанын зерттейді. Ғылым Алла тағаланың жаратқанын зерттейді деді. Ал енді қазақтар айтады, ғылым Алланың жолын таныды. Алланың хақтығын білдіреді деді. Алланың барлығын білдіреді. Демек, бұның бәрі өзінен өзі шығып тұр ғой. Ғылымның қалай екенін әуел өзіміз түсініп алайық та. Ғылымсыз өмір бар ма? Ғылымсыз өмір болғаннан кейін ол надандыққа кеттік қой біз. Бұның бірақ жаңағы саласы пайдалы жағы, зиян жағын тағы ажыратуымыз керек. Қазір ғылым екіге бөлінеді, мен айтуым бойынша. Жақсылық, фабрика, завод, анау мынау құру, байлық, неғыр шығыру болмайды. Енді атомный бомба, водородный бомба шығаратын ғылым бұл ба, қатым бомба. Екеуі екі түрлі ғой. Біреу жақсылыққа шығып жатыр, біреу жамандыққа шығып жатыр. Бұлардан сақтануымыз керек қой. Бұны да ажырата білуіміз керек. Міне, ғылымдың да қалай пайдалану жолы тексеріп қойғанымыз жақсы болады. Ғылымда айып жоқ, онда тіл жоқ, тұра береді ол. Неге мен оған әшетіп атсын, мен оған кигем жоқ қой деп айтамайды. Денің де сол. Денің де, мен тек туырыққа әшет демейді. Ендемей тұра береді, бұлай да пайдаланып жатыр, бұлай да айтып сөз жоқ, сөйлей алмайды. Соны әрқайсы әртүрлі бұрып, әртүрлі ойнап жатыр. Сол. Туыр ма жоқ па? Туыры. Және де қосайық Хазірет. Құран дегеніміз толып тұнып тұрған ғылым ғой. Құран деген сөз оқу деген сөз. Оқу. Құран деген сөздің өзі оқу. Әуел сен оқу, біл деп тұр. Алайда бер. Жаңағы өзіңіз айтқан Жапонның ғалымдары Құранның аяттарын зерттеп, өздерінің зерттеп жүрген мәселесін шөлден тауып, ислам дінін қабылдаған. Өткенде бір Словения елінде, ұлтын білмей қалдым. Бал арасын Құрандағы сол сүрені зерттеп, ислам дінін қабылдады. Тағы бір ғалым, Құмырсқа. Дұрыс. Құмырсқа. Екеуі де Құранда бар. Құмырсқада Құмырсқаның басшысы айтады, қазір ана Ескендір Зұлқарнайының әскері келе жатыр, қазір сені езіп тастайды дегенде, жаңағы шыны ұқсап, пышырлап сынады деген сөз бар. Сосын жаңағы кісі зерттейді, бұл қалай ол? Құмырсқа қалай пышырлайды? Онда шыны сияқты істеме жоқ қой деп. Зерттеп келсе, құмырсқаның денесінде шыны сияқты нәрселер бар, жаңағы пышырлап сынады. Сонан кейін ол да исламды қабылдайды. Ал енді пайғамбарымыз өзіңіз білесіз, әдейі Алла тағала ол кісіні жаза алмайтын, сыза алмайтын, оқымаған адамнан таңдады пайғамбарды. 1400 жыл бұрын бұл нәрсе белгісіз еді ғой. Көрдіңіз бе? Соның бәрі Құранда тұр. Сондай нәрселерді көріп, көптеген көз ашық, ақылы бүтін адамдар Құранды зерттеп, исламға өтіп жатыр. Біздің жаңағы күні бойы әңгімелеп отырған қазақ бауырларымыз тура жолдан адасып, әлгі адасқанның алды жөн, арты соқпақ деген сияқты белгісіз жаққа кетіп бара жатыр. Қорытындыны өзіңіз жасаңыз, Хазірет. Мен айтайын,
Mesela ben balarаны 3 yıl baktım, 3 yaş. Tekserem, kiyip alam, ana kitabını okuyayım, balarını bakkanlarını. Kur'an'da okuyayım, Kur'an'da nakil süresi var mı? Onu keyin özlerini kıymelin buyurum. Bular anayaktan jaman çöptü sorup gelgen eshiktin aldında basın kesip isteydi. Kirgizbey. Aram neni akegendi kirgizbey, neni basın kesip isteydi. Al özünün içinde jatıp alıp jatı neleri var eken bular. Aram tamaklar. Ha, aram tamaklar. Onu da ötürülür. Onu da kör. Oy, oy. Oy tangadım. Endi Kumurskan'a bu yerde Jetti'ye kaydım, Kızılkum'a varım Jetti. Lapatkıma şoburumda alıp bardım. Uzaktan gelen Kumurskalar şoburmadı bulay. Sonra barıp, en barıp toktağın yerine varıp, bana Lapatkıma jaylap kaz dedim. Kazganda ana akede batkan dendirdi, kızlardan şugunda yığıp tamaşa, taptaza dendir, taktilim, şiğap. Ananı görsen antan kalasın. Жиған дәнін көрсең, аңтан қаласың. Бұл не дегенсің? Еңбек етіп күніңді көр деп Алла Тағала қандай соның өзін тазалықпен қалай сақтап отыр. Оны да, міне, бұның бәрі ілім емес па. Осының өзі табиғаттан маған өзі Алла Тағала жеткізіп, соны дәлелдедім ғой. Сонда біз құмырсқа құрлы жоқпыз ба. Өзіміз адал еңбек етіп, азал неменен күн көруіміз міндетті емес па біз. Қазір біреулер айтты, аузыма әкеп сасын деуі мүмкін. Әгер біріз тамақ тегін беретін болса. Енді аузыма шайнап сап деуі мүмкін. Бірақ құмырсқа сияқты өзін күн көр деп айту міндетті ғой. Мен осылай сөздерді айту керек. Жүрегі жарылса жарылып кетсін. Жалпы қорқытып айтқан кезеңде мынау олай болатын болса, өзін тәңіршім деп атап жүргендер, тәңіршілер топ болып жүргендер, бұлардың мақсаты біреу қазақтың арасына іріткі салу ғана болып тұр ғой. Ананы іліп, мынаны іліп, табан тірер не кітабы жоқ, не пайғамбары жоқ, не айтар сөздері жоқ, не ғылымы жоқ. Бірақ дегенмен бір сөз таба алып, соны кері айналдырып айтып, немесе тек қана айналып соқтығатын жерлер, мешіттер мен имамдар, ана имам былай деп қойды, мына жерде ислам былай деп қойды мен келе жатыр. Онда олай болатын болса, бұл басқа біреулердің мүддесі болып тұр ғой енді. Жіптің іші басқа жақта болып тұр ғой. Әрине, әрине. Сосын бұл жерде қазақ халқы, қазақ елі өссін, өркендесін деп отырған ешкім жоқ. Жаңа Хазірет айтқандай, оны өзіміз жасауымыз керек. Ал бұлар біртұтас халықтың ішіне іріткі салып отыр. Бұл бір жағы. Егер халық көтерілсе, бұларды жаншып тастауда қиын емес. Екінші жағынан, мына осылардың түсіріп жатқан видеолары, газетке басып жатқандары басқа тілдерге, мұсылман елдерінің тіліне аударылса, жаңағыдай үлкен жанжал туады. Және де біздің үкіметке ультиматум қояды. Мыналарды жазалаңдар, немесе біз өзіміз жазалаймыз. Жаңа айттық қой әлгі Рушди дейтін үнді сатанинский стихи дейді, шайтани өлеңдер деген шығарған. Сонда ислам дініне толып жатқан күйе жақ. Сонда Аятулла Хамини үкім шығарды. Осы кітапқа қатысты адамдардың бәрін өлім жазасына бұйыру керек деп. Жапонияның аудармашысын өлтірді, Норвегияның аудармашысын жаралады, Рушдидің өзін кеше 2022 жылы Нью-Йоркта лекция оқып тұрған жерінде 15 рет пышақ салды. Бірақ әдейі өлтірмеді. Қалған өмірі жаңа қорқу менен, үрку менен, бұғып жүру менен өтсін деп жіберді. Міне осындай жанжал тумасына кім кепіл береді? Мұсылман елдеріндегі мұсылмандар жаңағы Хазірет айтқандай ашуланса, ол енді тектен тек болмайды. Кез келген жерден кез келген адамды қолының ұшы деді олар. Дүние жүзінде қазір 2 миллиард мұсылман бар. Әлемдегі халықтың 3-тен 1. Doğru ма? Әгер осы қазір Қазақстанда осындай болып жатқанды біліп қалсаң алар, ертең мынауыңды жоқ құрт, бізге не бердісі не дейді? Біз өзіміз тындырайық десе не дейді? Тындырамасаң не алып отырсың? Сен неге халықты осындай неге салып отырсың? Сен дінге неге қарсы істеп отырсың десе, өкіметің не дейді? Өкіметің не дейді? Ал неге сен халыққа бір-біріне қарсы қойып, дінге қарсы неғып отырсың десе, өзі жауап бере алмай қалады. Сондықтан бұл елімізді сақтау үшін біздің өкіметіміз де
неге келу керек? Бір имандылыққа, неге сенімге, оныге сенім білетін адаммен ойласып болып сөйлеп, жақсы жұмысқа істеуге әрекет жасамаса, бұлар еш жаққа барамайды болмайды. Сол үшін бәрібір баруға мәжбүр болады кейде. Қайғы бар. Кешегі Марксіңді, Ленинге құрғаны еш жаққа бармай құрып кетті ғой. Бұлардың да қулық, сұмдығы, парақорлығы өзінің басын жеп кетіп болады ғой. Қайға барады деп отырсыз. Сол үшін ананы әр жерден нағып айдақтап отырғанын пайдаланып, бұлар да отырып, мұсылмандардың арасында тыныштық жоқ, мұсылмандар өздерімен өздері нағып атып, ол мұсылман емес қой. Ол мұсылман емес қой. Ол ислам дінінің ішіне келген азғырушылар ғой. Оны мұсылман деп айтпаймыз біз. Қалай дедіңіз? Діннен шығып кетті ғой енді. Діннен шығып кеткен. Иманның 7 шартының біреуін орындамаған діннен шығады ғой. Ол өзіңге мұсылман көрсетіп, кім ол? Тәңір, ол Құдай деген сөз. Ол дін емес ол. Дін болу үшін оның пайғамбары екен. Оның кітабы ғана түскен. Өтірік сөз ол. Бұның не керегі бар? Бұндай алаяқтардың дәріні көп сақтап отыр бұл. Біреуіне пайдаланып істеді отыр. Жақсы, осымен қорытындыласақ. Құрметті көрермен қауым, бүгін ағаларымыз өзінің ойларын ортаға салды. Әсіресе мынау тәңіршіл деп жүрген, тәңіршілдікті дін қылып тіркегісі келіп жүрген азаматтар бұны естіп бақсын. Ал жоғарыда билікте отырған азаматтардың құлағына алтын сырға, ағаларымыз өздерінің алтын уақыттарын бөліп келіп, бүгінгі күнде бізге осылай ой бөлісті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта да әлі талай сұхбаттар болады. Біздің арнамызға жазыңыздар, тіркеліп көріп отырыңыздар. Біз бұдан да басқадай тақырыптарды әлі алда қамтимыз. Қош сау болыңыздар, амандықта жолығайық.